Барлықтарына салам достар, сендермен мен Духа. Достар, тақырыптан көріп тұрғандарындай бүгінгі видеода осы уақытқа дейін, яғни 2 апта ойнамаған аккаунтымды, авкі болған аккаунтымды бүгін көретін боламыз. Яғни қандай өзгерістер болатынын және де фаманы неге жабатынымды барлығын көрсететін боламын. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Ең бірінші мұнда Батыр Хендерсон деген балаға осы керекті сатқалы жатырмын. Енді қазір бағасын барлығын қазір көретін боласыздар. Неге мен фаманы жаптым? Сол сұраққа жауап кетейін. Неге десеңдер, бізде фамада авкі болып қалдық, мен ойынға кірмегесін. Балдар да шығып кетті көбісі. Негізі бір бала көп болатын, но мен авкі болғаннан кейін уже азайып бастады. Активімізда жоқтымда болмады. Көріп тұрғандарындай осы көлікті, яғни жаңағы Батыр деген балаға осы Mitsubishi Lancer'ды мен қазір беретін боламын. Яғни беретін боламын дегенде 1.500.000-ға сатып жіберетін боламын. Енді Mitsubishi деген машина ғой, қазір сатып жіберетін боламыз. Мен через админ істеп жатырмыз. Себебін айтқанда, бұда андай ғой. Қазір тезірек істеу үшін бізге сол үшін осылай админ істеп жатырмыз. Ал бізде согласны, барлығын дұрыстап қараймыздар. Обмен дегенді басамыз. Суда. Бізде ақша болды. Ал енді осы көлікті, яғни Haval F7X-ті ішінде спорт плюс прошивкасымен осыны 3.200.000-ға алдым. Енді бұның светін там ауыстыратын боламыз. Қазір бұл Haval деген көліктің светін ауыстыратын боламыз. Қазір сұр цветке ауыстыратын боламыз. Неге десеңдер, сол цвет қана жақсы жарасады. Енді ақ цвет, енді қара цвет дұрыс жараспай ма, сондай бір нәрсе. Сұрға осылай қазір қоятын боламыз. Так, осы нормальный сияқты. Осы нормальный сияқты жатады. 35.000-ға ауыстыратын боламыз. Ал қазір мына жақта тонировка қоятын боламыз. Яғни алдымен артына қап-қара тонировка қойып тастайтын боламыз, әдемілеу болу үшін. Енді қазір алдына қойдық, енді артына қоятын боламыз. Қара цветті басып, нойға апарамыз. 45.000 рубльға екінші тонировканы сатып алатын боламыз. Енді барлығы жасалынды. Енді торка бізде не қалды? Цвет дисковты ақ цветке қойсақ қалай болады екен? Так, ақ цветке, так, по-любому ақ цвет жақсы сияқты. Ақ цветке 35.000-ға ауыстырамыз. Сонда біздің көлігіміз сочный, мощный болып шықты. Енді қазір стробоскопты қосып жүре беруге болады әдемі ғып. Нижегорск қаласынан бір гараж сатып аламын деп шештім. Енді іші сәл кішкентайлау. Енді 5 миллион жинап, скоро осыны улучшить етіп, үлкен гараж ғып істейтін боламыз. Фамадағы Mercedes Kaban'ды қазір Black Pass'тағы 60-шы көлігіндегі көлікпен ауыстыратын боламыз. Яғни Mazda RX-7 велосипед па, бір нәрсе деген көлікке. Енді бұл да спорткар. Ішіне спорт қойып, тағы да басқа да заттар қойып, для себя екінші, мысалға погонядан қашуға негізі керек болады дегенім ғой. Қазір бұл көлікке, спорт қоятын боламыз. Енді тезірек скоростьпен ауыстырып тастайтын боламын. Енді бұл көліктің цветін ауыстыратын боламыз. Бұл қара цвет жараспайды. Енді бұл да родной винил болғасын, енді сәл қызыл цветке қоятын боламын. Қызыл цветке қойдым, сәл жарасып қалды ма, бір нәрсе болып қалды. Енді тонировка алдыға қарай қоятын боламын. Алдыға үстіп бассақтан. Так, ойбайын, істемей қалды. Бак болып атыр, так, мынаған бас жереміз. 0-ға апарамыз. Так, ойбай қағатып атыр ше. Так, 0-ға апарамыз, 37.000-ға ауыстырамыз. Арт жаққа нинада, бізде арт жақта нормально болып көрінеді өз басы. Енді стробоскоп қоятын боламыз. Мына жақта тип 4-ші стробоскопты 67.000 рубльға қойдық. Енді бізде әдемі спорткар болып шықты. Қазір енді мен вагон деген көлікпен, яғни Тедидің көлігімен жарысқалы жатырмын. Ал бізде жарыс қазір басталады. 2, 3. Қазір пол басып жүретін боламыз. Мына вагон деген жосқы жүреді ғой Mercedes. Енді мұндай спорткардан асып кетті, база жоқ, білмедім енді мынау қалай жүретін ше. Ал бізде екінші кетіп бара жатыр, нитромен тоже. Енді 2, 3 дегенді бас жерсем, мұна уже бастап кетті. Получается, мен де қазір екінші мына жаққа кіріп кететін боламын. Екіншіге кіріп кетем. Мені итеріп жатыр, бірақ сонда да солай кіріп кетті. Стоковый осындай Mercedes'ті, новыйдан қосылған Mercedes'ті қазір сатып алатын боламын. Енді бұл бір адамға керек. Мында TikTok Мико дейма, сол бала маған Мико деген бала 55.555 рубль берді. Бүгінгі видеоны көріп отырсаң көп-көп рахмет саған. Ал достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ал ендеше келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.